Балалар, 3-ші сынып, 13-ші тапсырма. Балалар, сабақты бастаудан алдын видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетейік. Мен сендерге сабақты түсінікті болу үшін ауызша айтып кетемін, сендер дәптерлеріңе түсінгендеріңді жазып алыңдар. 49-ші тапсырма, мәтінді тыңда. Құмырсқаның пайдасы. Құмырсқа ұйымдасып жабыла жұмыс істейтін жәндік. Құмырсқалар ұйымшыл келеді. Орманда жүріп, адасып кетсеңіз, құмырсқаның илеуіне қарап бағыт-бағдарды анықтап алуға болады. Өйткені құмырсқалар өз илеуін тек солтүстікке қаратып салады екен. Олар өлген шыбын-шіркейді, басқа да зиянды заттарды жеп, қоршаған ортаны тазартып, табиғатқа көп пайда келтіреді. Сондықтан олардың илеуін баспаған дұрыс. Қайта оларды қорғау керек. Мәтіннен тірек сөздерді тап. Бұл мәтіндегі тірек сөздер бағыт-бағдарды, шыбын-шіркейді және тағы басқалары. Сызба бойынша мәтін бөліктерін тап. Құмырсқаның пайдасы, дәлелденетін пікір, құмырсқаның пайдасы, дәлелдеу пікірі және қорытынды. Құмырсқаның пайдасы ол өлген шыбын-шіркейлерді және басқа да зиянды жәндік заттарды жейіп, қоршаған ортаны тазартып, табиғатқа көп пайда келтіреді. Қорытынды және дәлелдеу пікірі. Егер сіз орманда келе жатып адасып кетсеңіз, құмырсқаның илеуіне қарап жол тауып алсаңыз болады. Өйткені олар илеуін тек солтүстікке қаратып салады екен. Қорытынды пікір, құмырсқа өте пайдалы жәндіктердің бірі болып келеді. Ол қысқы азығын жаз бойы жинап, қыс бойы сол азықпен қоректенеді екен. Ғылыми мәтін екенін дәлелде. Бұл мәтін негізі ғылыми мәтін болып есептеледі. Шығармашылық үзіліс, 50-ші тапсырма, сөйлемдердің жалғасын тауып көшіріп жаз. Құмырсқа пайдалы жәндік, өйткені ол зиянды жәндіктермен қоректенеді және айналаны тазартады. Ауа тазарды, себебі айнала көгалданды. Дала аппақ, өйткені айналаға аппақ қар жауды. 51-ші тапсырма, сөз жұмбақты шеш. Көлденеңінен қанаты жоқ ұшады, аяғы жоқ желеді, аузы жоқ ұлиды. Боран. Тама-тама тас тескен. Тамшы. Тігінен. Көк көрпенің мақсаты әр жерде бір бұтырап. Бұлт. Көзге ілінбейді, жұтсаң білінбейді. Ауа. Сонымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз бітті. Түсінбей қалған жерлерің болса, комментарияға жазып кетеміз.